Алтын, енді өзіңді мен психолог маман ретінде танимын. Сондай-ақ жеке өміріңе, отбасыңа келсек. Сазгер, әнші, көптеген әндері бар, өлеңдері бар. Біраз әншілерге тіпті өз әнін сыйлаған сазгерлердің бірі деп айтсам болады. Арман Қайназаров туралы сондай бір ең алғашқы жолдасың Арманмен танысқан сәтіңді айтсаң. Білем, өзің үшін кішкене ауыр тақырып, бірақ бұл жерде біз қазір тек қана Арманның жақсы естеліктермен бөлісейікші. Керек емес. Ол неге бүйтті, сөйтті. Онсыз да қазір адамдар мән жайды білмей жатып, неше түрлі жандай байыбына бармай жатып, немесе соның отбасын білмей жатып, бұрын соңды білетін адам сияқты жағдай әртүрлі негативті комментариялар жазады. Бірақ мен осы бүгінгі Дара тұлға бағдарламасының екінші бөлімін Арман Қайназаровтың жары ретінде сондай бір жақсы естеліктермен бөліссең. Ең алғашқы танысқан сәтіңмен. Нұра, рахмет. Негізі осы бағдарлама Дара тұлға деп аталуы өте керемет та. Мен үшін бұл тақырып мүмкін рахмет, өйткені не үшін рахмет. Мүмкін осыдан 3-4 ай бұрын осы тақырып айтылатын болса, мен әлі дайын емеспін деп айтар едім да. Қазір де мүмкін кішкене бар әрине, бірақ болады. Бірақ айтуым керек, өйткені айтылу керек деп ойлаймын да. Айтатын нәрсе көп, Арман мен Алтын туралы. Бірінші жаңа сен сұрақ қойдың ғой, қалай таныстың дегенде, мен шыны керек жылағым келді, жасырмаймын, өйткені Арман деп айтқан кезде мен көзімнің жасынсыз, жаңа ештеңе айта алмай қалам, кейде олай болады. Алғаш мен Арманды танысқаным, ол Алматы қаласында. Арман менен бұрын менің ағамды таныды, олар араласқан. Мен дүкенге қарай шығып келе жатқам, бірақ ағам айтты, Арман келеді деп айтты да. Мен Арман екенін атын ғана білем. Сосын мен қандай екенін білмеймін, түрін бәрін көрмегенмін Арманды. Содан мен ол кезде мен 19-дамын. Шығып келе жатсам, бір жігіт келе жатыр, шашы жоқ, қолында велосипедпен итеріп келеді да. Маған почему-то осы Арман ғой деген ой. Осы Арман ғой деген ой келді. Неге екенін білмеймін. Өйткені ағам айтты, ол қазір келеді деді. Мен шыққанда біреу келе жатыр. Сосын сәлем, ол мен ағама ұқсайды екен. Ол мені бірден, сен Руслан қарындасысың ба деп, мен солай екеуміз таныстық сол жерде болды. Көшеде ешкім таныстырған жоқ, көшеде уже танысып алдым. Болды, сол ағам арқылы мен оны тани бастадым. 99 жылдан бері. Енді 4 балаң бар, 4 ұл тәрбиелеп отырсың. Ең алғаш дүниеге, үлкен ұлың дүниеге келген кезде, Арманда қандай бір әкелік махаббатты балаға деген жаңағыдай бір қасиетін байқадың? Қандай әке болды? Енді көп адамдарға қызық қой, негізі Арман қалжыңға жақын адам ғой. Оны білем. Анекдотты жақсы айтатын, күлдіріп, өзі кішкене андай сюморым дейді ғой, орысша айтқанда, өте бір әзіл қалжыңға өте жақын болады. Қалжыңға өте жақын болады, әрқашанда ол мені күлдірткенін жақсы көретін да. Ол да жақсы істей алатын о жағын. Ауруханада жүргенімде келді, мен уже босануым жақын, сөйтсем маған қарап тұрады да, жаңағы басқа әйелдер жүр ғой, іштері үлкен. Негізі менің қасымда ол әйелдер 2 бала бар әйелдер да, ішінде Арман оны байқамаған ғой. Маған айтады да, мені қарайды да, аналарға қарайды да, маған қарайды да, менің ішім кішкентай ғой. Сен маған лилипут бала туып берейін жүрген жоқсың деп солай айтқаны бар да, күлкім келеді. Ол алғашқы баламыз, қазір 21 жаста, аты Аян. Аян ол үшін қалай әке болды, қалай алғашқы әке, алғашқы ана болдық дейміз ғой.
Арман ең бірінші жаңағы оған түрік кісі звондады негізі. Арман, сен ты стал отцом деп жаңағы орысша айтқан ғой. Арман не істерін білмей тұп-тура өзі больницаға жүгіріп келген ғой. Тек алмастан ше даже еш нәрсе алмай просто өзі келген ғой. Сон енді мені құттықтап келген өзі. Көргісі келіп келген да баланы. Әрине ол мен әйел адам ретінде мен босанған кездегі қиыншылықтарымның бәрімен ол бөлісе алды. Ол әке ретінде жаңағыдай қалай айтсам болады. Мысалы біреулер айтады ғой, өте қатты не деп, ондай болған жоқ. Ол жақсы көрді, жақсы көргеннен соң тіпті анау баланы кішкентай кезінде қолынан тастамайтын ше. Мен ұрсатым, сен жұмысқа кетіп қаласың. Мен ананы кешке дейін көтеріп жүрмеймін ғой, Арман, сен қолыңа ұстама, жоған қолына, даже тамақ ішіп отырса да қолына ұстап алатын баланы ше, сондай қолын тастамайтын да. Сосын қалжыңдайтын маған, бір қолында бала, бір қолында гитара да. Енді тағы бір бала болса қалай гитараны қайда жіберем дейді. Сондай қалжыңдар болатын жиі. Мен ойлаймын, әрине ол сүйіспеншілікке толы әке болды деп. Балаларына ол әрбір баланы жаңағыдай атын, мысалы біреу әжесі қойсын, біреу қойсын, ондай жоқ қой. Бәрі баланың өзінің атын өзі қойғысы келеді. Ол оның баласы. Тіпті мен таң қалатыным, ауруханадан босанып үйге келгенде әлгінде мынандай адамдар той сияқты қылып жасайды, ондай да жасамайды ғой. Өзі барып өзі алып келеді. Бәрін солай ше. Мен ойлаймын, олда да оның жаңа менікі деген нәрсесі сияқты да. Менікі, бұл бала да менікі, әйелім де менікі деп былай қарағандығы деп ойладым да, солай. Сосын бір қалжыңдайтыны, үйге мен босанып келем, баланы алып келем, сөйтсек, енді шай ғой, енді екеуміз шай ішейік деймін. Мен таңғалып, елдер біреулермен бөлісіп, былай шай ішіп, ол біз екеуміз ғана болды да. Бала үшеуміз болды, бала да біздікі деп солай. Сондай әке болды да. Енді осы Назар Медиа радиосы ол кезде орталығы мынау Бесағаш жақта болған. Сол кезде Арманда бір сұхбатқа шақырған болатынбыз. Ол кезде біз қателеспесем түскі шай бағдарламасын Нұрлан аға екеуміз жүргізгенбіз. Сол кезде Арман келіп, баяғы Арман әзіл қалжың анекдотында айтып жүреді. Сол кезде анекдотта дайын бола қалады, жаңа бір белгілі ситуацияға байланысты, иә. Мен айтамын, сонда Арман, сен баяғы Арман екенсің деп, жаңадай әзіл қалжыңға аралас, өзінің жаңа бір өте бір ортаға жақын болды ғой негізінде, былайша айтқанда, компаньес, ешкімді бөліп жармайды. Сондай керемет Арман менің көз алдымда солай болып қалған, солай болып қалады да. Енді Арманның шығармалары туралы көбінде ол қандай жанрдағы өлеңдер жазды? Лирикалық па, рухани әндер ме, жоқ, мына отан сүйгіштік туралы патриоттық әндер жазды ма? Жалпы қандай әндерге, жанрдағы әндерге жақын болды? Арманның творчествосы туралы негізі еш жерде көп айтылған жоқ қой. Бірақ айтқым келеді, ол нәрсе, ол да бір Арманмен оның жаңағы әндері ол былай бірге да, бөліп айтуға келмейді. Мен алғаш Арман негізі біз жүріп жүрген кезде ол маған арнап ән шығарған. Сол кезде мен таң қалғам, ол маған, мен Қытайға кетіп баратырмын оқуға. Сол кезде мен саған ән шығарып қойдым деп, сөйтіп телефонда айтты да, мен таң қалдым. Қалай ма? Бірінші рет өмірімде маған біреу ән шығарып тұр, қандай керемет ше қыздар үшін. Келгеннен кейін ол айтып берді сол әнді. Шыны керек, таң қалдым ше. Оның әні де, мелодиясы да, жаңа сөзі де, жаңа әннің өте ерекше болды. Содан бастап мен Арманға уже ән айтатын жігіт деп қарай бастадым ше. Жаңағы әр әнді гитарамен орындаса, сен шығардың ба деп сұрайтынмын. Содан кейін Арман қандай жанрда деп отырсың ғой. Негізі Арман былай қарасам лирика жағынан әндерді көп шығарды. Сосын ол әрине әзіл қалжың әндері де бар да. Содан кейін тағы бір байқағаным, Арман негізі ішкі жан дүниесін әнмен жеткізген адам ше. Мен соны да түсіндім. Оның әкесі қайтыс болған кезде Арман жаңағы қатты қайғырып жүрді. Содан қанша жаста болды Арман? Ол кезде Арман 29-да болды. Әкесі ол кезде үйленгенсіз? Уже біз екінші баламызды туған кезде оның әкесі қайтыс болды.
сол кезде Арман келгеннен кейін, әкесін жерлеп келгеннен кейін қатты андай налыды да, өз әкеңді өзің жерлеген қиын екен деп ше. Содан кейін жүрді бір күні ол мынандай болады да Арманда. Ол толғатады дейміз ғой. Мысалы әйел босанатын кезде толғататын сияқты, одада да ән шығатын кезде де ода сондай толғақ сияқты, я. Ол толғақ дейтін мынандай болады Арман, как бар, бірақ арман жоқ сияқты. Түсінесің бе? Сондай болып жүретін. Кішкене түсініксіз болып. Арман бар менің қасымда, бірақ ол ой санасымен басқа жақта. Сондай болып жүретін. Әйелі ретінде оны сен уже сезе білесің. Мен білемін. Содан кейін бір кезде қуанып былай ашылады. Не болды десем, ән шықты дейді да. Сол кезде уже жаңағы әкесіне арнап ән шығарған екен. Ана әнді тыңдаған кезде мен бүкіл бала ретінде әкені аңсаған бала, әкеге деген өкпесі бәрі сол әнде жатыр ғой. Кәдімгі ішкі жан дүниесін әнмен әкесіне шығарғанда, енді тірі кезінде айта алмады ғой. Сондай ән айтып, ән шығару да оның ішкі жан дүниесін жарыққа шығарудың бір жолы болды ода. Содан кейін жаңа айттың, тағы бір сұрағыңда рухани әндер ма деп. Енді елдің бәрі Арманды білмейді. Арман негізі рухани әндерді көп шығарды десем болады. Енді мүмкін елдер түсінбейді жа рухани ән не деген. Ол Арман рухани ән дейтінім, ол ішкі жан дүниесінде Құдайға деген ризашылығын әнмен жеткізген адам. Әнмен оның анау өте күшті сөздері бар. Табиғатыңмен, махаббатыңмен, Құдайды айтады да. Мысалы, сен табиғатты берді ғой Құдай. Табиғатыңмен, махаббатыңмен, жүрегімді менің баурап алдың сен дейді. Аяулы әкем деп Құдайға айтады. Ылғи ол әнінде, сөздерінде әкем деп отырғаны Құдайды әкем деп айтқан. Оны мүмкін елдер түсінбейді ғой. Ол жердегі әкесі бар, жаңа Құдайды да әке деп айтқан. Аяулы әкем рақымын төккен дейді. Нұрға толы жүзің, мейірлі шуақты неткен деген өлеңі бар да. Сондай әндермен даже өзінің жаңа Құдайға деген ризашылығын солай білдірген да. Рухани әндер турында соны көремін. Содан кейін мынандай әндер енді қазір білем, ютубта ашса бәрі Арман Қайназаровтың әртүрлі әндерін өлері алдында жазып кеткен әні дейді. Ондай нәрсе жоқ ол жерде. Арман ол өлерін білген жоқ біріншіден. Екіншіден Арман адамның қолынан өлді ғой. Арман жаңағы кешірші мені Құдайым деген өлеңді бәрі айтады. Ой, мынау тәубе алып өліп кеткен ғой деген сияқты. Өлері алдында жазған. Олай емес, ол әннің шыққанына 21 жыл ма, 22 жыл ма болған. Кешірші мені Құдайым деген ол былайша айтқанда ол өзінің куәлік өлеңі. Ол жерде жаңағы күшті, енді ол жерде адамдар мүмкін тыңдап жатыр ғой, ол жерде өзін сипаттайды, мен неге андай жүрегім тек қана өзімді ғана ойлайтын сондай адам болдым. Құдай кешірші мені сол үшін депші, әрбір сөзінде сондай Құдайдан кешірім сұраған да. Тәубе өлеңі деп айтсақ та болады. Сондай өлең. Сонымен қатар тағы да оның жаман ойлар деген өлеңі бар. Жаман ойлар жаралайды, мазалайды жанымды, жаным талай ойға беріп жаңылды дейді. Ол жерде бұл Арман қатты депрессияға түсті. Именно сол әкесі өліп, біраз қиналып, кішкене жаңағыдай енді ер адамға жаңағы материалдық нәрселерде де әсер етеді, ол өзі семья асырау керек деген сияқты. Сондай кезде де осы қиыншылық ішкі жан дүниесінде уайымдаған кезде осы өлең шыққан. Жаман ойлар деген. Ол 2002 жылдар шықты. 2003 жылдар ма сол. Ол елдер айтады, ол кеше ғана шыққан деп. Жоқ, ол өлеңнің шыққанына да 20 жыл болып кеткен. Сонымен қатар тағы бір өлеңі бар, Шынарым деген өлең. Елдер ойлауы мүмкін, Шынарым деген, ол Шынар деген қызға арналған өлең негізі. Ол өлеңнің де тарихы бар, ол Данияр деген інісі болды, туысқан, таныс інісі. Сол үйленетін болып, сол Арман аға маған тойымда айтатын өлең шығарып бересіз ба Шынарға арнап деп. Яғни жұбайы, Даниярдың жұбайы Шынар. Даниярдың жұбайы Шынар. Сол кезде бір күні Арман дайын дейді. Не дайын десем, өлең дайын дейді. Сода керемет Шынарым деген ән. Шынарым-ай деген өлең ғой сол. Данияр оны тойында, өзінің тойында Шынарға арнап айтты ол өлеңді. Кейін ол өлең кәдімгідей мына неде жайылып кетті да. Как былай да айтатын ән қылыпшы. Шығу тарихы солай болатын. Сонымен қатар оның Шәмші аға деген әні бар. Ол Шәмші Қалдаяқов дейміз ғой, кәдімгі біздің
композитор, қазақтың бет құстар несі деп айтады ғой. Сол кісіге туралы көп бүйтіп ойланатын. Сон бір күн айтады маған, бір Шәмші ағама арнап ән шығардым деп былай қуанады да. Ютубта да бар. Ол өлеңді Ютубқа салған ол сол кезде. 2007 жылдар ғой деймін. Содан Шәмші аға деген өлеңді шығарды. Ол жерде тоже сөздері өте керемет та. Түймен қалған жеріңнің несі нұрысың деп жаңа Шәмші Қалдаяқовқа сөйтіп прямо сөздері өте күшті терең мағынада Шәмші аға деген ән шығарды. Содан кейін қызық жаңа сұрап жатқан кезде ойыма келді. Арман негізі политикаға арналғанда өлең шығарыпты да. Ол жақында жақында елдердің бәрі оны қойды, былай TikTokта былай оны қойып жүрді. Негізі ол қандай елде өмір сүріп жатырмын, бәр туысым бір астында бір шатырдың дейді, жұмыста жоқ, ақша да жоқ, уайым көп, сондықтан о Нұреке сен қатырдың деп ол кезде Нұрсұлтан Назарбаев президент еді ғой, сөйтіп ән шығарған. Ол 2006 жылдары ма екен, сондай жылдары болатын. Қызық, олда да бүйтіп қарап тұрсам, ол политикаға арналған ән екен ғой. Міне осындай түрлі әндері есімде. Бірақ көбінесе лирикалық әндер, жанрдағы әндерге жақын. Мысалы, оның ең алғашқы, негізі әншілер де оның әнін көп айтады да. Соның ең алғашқы оның әнін алып, оған клип түсірген ол Кемал Сейтжан деген жас әнші бар, тоже ақтаулық. Жас болғанда Кемалды меніңше бәрі таниды, ол 15 жылдан бері ән айтады ғой. Ол мен сені тағдырыңнан іздеп жүрмін деген әнді алып, Арманнан сол әнге уже клип түсіріп, сол Кемал Сейтжан шығарған. Одан кейін ол әнді тағы бір жас бала, бір байқау ма, суперстартта ма бір жерде оны қайтадан сол жас бала айтып шықты сол әнді. Яғни жаңартты деген сөз болады. Содан кейін әншілердің ішінен ең Арманның осы соңғы әндерінің бірі ол Айдар Тұрғанбек айтады, бөлелерім ай деген. Негізі ол өлеңді Арманның бөлелері Арманға айтқан болатын. Бізге қашан ән шығарасың? Елдің бәріне ән шығардың ғой деп. Содан бір айдан кейін ол бөлелерім ай деген әнді шығарды. Сол қазір Айдар Тұрғанбек айтады сол әнді. Ол сол Арман Қайназаровтың сөзі де әні де өзі бөлелеріне арнап шығарған. Енді қарап отырсам, біраз әншілер кәдімгідей ән орындаған екен. Арман өзінің әнін сата білді ма? Енді өйткені көбінесе сазгерлер өздерінің әнін сату арқылы жаңағы отбасын асырайды деген сияқты. Қазір енді тегін дүние жоқ қой. Егер ол сазгердің өзі былай өз еркімен осы әнші менің әнімді орындаса екен деп өз еркімен бермесе, көбінесе сатып жатады. Сондай жағынан қалай болды? Негізі Арман беріп жатты ма сонда? Ең алғашқы кездері ол бірінші рет мынандай көңілі қалған нәрсе бар, ол Арман студияға барды. Сол кезде ол өзінің әндерін анаған мынаған айтып қараған кезде, енді мүмкін дұрыс емес адамдарға айтты ма, кім біледі, ол адамдар кішкене төмен саралаған да. Типа сенің әндерің кішкене нашарлау ғой деген. Содан өзі де көңілі түсіп келді. Сосын мен айтам, енді лирикалық әндерді бәрі жақсы көре бермейді ғой. Мен айтам, әркім біреу жаңағы эстрадный әндер айтады, біреу жаңа лирика, біреу жаңа әртүрлі ғой енді жанрлары, жақсы көретін. Сол сияқты әркімнің өзінің аудиториясы бар ғой деп сөйтіп жігер беріп сөйлескенбіз. Содан кейін жаңа сен сұрақ қойдың ғой, сату жағына келгенде, мен ойлаймын, Арман өзінің әнін керек адамына беретін ол. Былай тек мен оны сатам деген нәрсе емес, ол бүйтіп айтатын. Бір ән шықты ма айтатын, осы әнді мына әнші орындаса, вот соған күшті келеді депші. Ол өзінің әнін кім орындай алатынын да білетін. Солай бағалайтын, Ол айтатын, осы әнді Қарақат Әбділдина орындаса күшті болады. Осы әнді мына әнші орындаса күшті болады. Именно бөлелерім ай дегенде ол Айдар да айтатын сол. Айдар кішкене пысық жігіт қой. Соның характеріне келеді деп айтатын да. Солай берді, солай шықты. Мен ойлаймын, сол арқылы да ол өзі білді депші. Өнерде достары көп болды ма өзінің? Өнерде болсын, өмірде болсын. Енді Арман шыны керек. Жоқ, көбінесе оның ақкөңілділігін пайдаланып кетіп жатқан. Арман жүрегі үлкен адамның бірі, шыны керек. Оның бірінші өзін емес, өзгені ойлайтын адам десем де артық айтпаймын. Сондай болды, ақкөңіл шын. Ол
біздің үйіміз анау тек қана біздің ғана танитын емес, сонымен қатар басқа адамдарды да келіп кете алатындай. Енді ол үй иесі ғой, қожайын ғой. Қожайын қандай болса, үйге де адамдарда еркін келе алады ғой. Қонақжай адам болды. И адамдарға жаңағы қонақжайлығы соншама жаңағы өзінің үстіндегісін даже шешіп беруге дайын. Сондай болды да. Сондай жағынан өте артықшылығы зор болды. И оның сол қонақжайлығына қарап, енді ол келген кеткенді күтіп алу менің қолымда ғой. Мен де оны ешқашан қақпайтынмын. Ол бүгін адам келеді, болды десе бітті, мен оған дайын болатынмын. Екеуміз бір-бірімізді былай толықтырып тұратынбыз сол жағынан ше. Қонақ келу, қонақ кету, күтіп алу, дұрыс күтіп алмай жатсам, егер ондай деген болмайтын. Ол дұрыс күтіп алу керексің. Сен жай бірдеңе пісіре салу емес, сен дұрыс тамақ асу керексің. Жақсы дұрыс жар ретінде қолдау білдірді сол жағынан. Өте керемет, рахмет. Ол жағынан бір-бірімізді түсіне алатынбыз өте жақсы. Жақсы. Шектеу қойды ма Арман өзіңе? Бір рет қана шектеу қойған, ол мен биді жақсы көрген адаммын. 35-тен мен уже 3 баламды туғаннан кейін айтты, осы енді болды, билемейсің ау деймін. Осы енді болды, ары қарай билемей-ақ қоясың ау деймін дейді да. Жарайды деп сол. Билемегенде қалай, той-томалақта билемеу ма жоқ? Жоқ, мен анандай кейде болады ғой, бір организацияларда бір биге шығамын ғой. Сосын кейде таныстардың жаңа тойына барған кезде бір би биле дейді, ұлттық билер дейміз ғой, сондай билейтінмін ғой. Содан кейін бір танысымыз болды, бірге жұмыс істейтін. Соның тойында мен бір өзбекше би биледім. Ол кезде мен 35-ке келіп қалған кезім ғой. Кәдімгідей костюммен, костюмді алып барып, өйткені мен сол қызға уәде берген тұғым, би билеп беремін деп. Соны көрді де, ана би билеймін тұрған кезде, әншілер, бишілер бәріміз жағаласып тұрмыз ғой. Арман да бар, өлең айтайын тұрмын. Сол кезде бәріміз топырлап бір-бірімізбен тұрып қалды. Содан кейін қызғанды ма, мен білмеймін. Сондай айтты да үйге келгеннен кейін маған. Болды, енді бұдан кейін билемей-ақ қоясың ау деймін деп. Ол билемей қоясың дейтіндей, ол соншама икемсіз болдың ба, жоқ әлде жалпы жарының сол ортада билегенін қаламады ма? Мүмкін қызғанған да шығар деп ойлаймын. Себебі солай айтпайтын ешқашан, бірақ сөз айтты. Уже сен әлі билеп жүрсің бе, 35-ке келдің. Сосын жарайды деп, содан кейін 35 жастан кейін уже мен былай андай билерді тоқтаттым ғой, жаңа ұлттық билерді. Керемет. Енді жан дүниесі қандай адам деп жаңа айтып кеттің. Ерекше осы отбасында болған бір әдемі сәттерің бар ма Арман туралы? Балаларымен жалпы осы бір ерекше керемет сәтіміз еді дейтіндей. 21 жыл отасқан адаммен бірге мен ойлаймын, әдемі тамаша сәттер өте көп. Сол сәттер үшін де рахмет айтам. Ол қазір жоқ, ол қалай ең тамаша жақсы жерде ғой, бірақ бәрін көріп біліп тұр десем де болады. Мен ойлаймын, ең тамаша тоже бір сәт, ол әрбір бала дүниеге келгені Арманды қатты қуантатын. Мүмкін ең жақсы сәтіміз ол біз бәріміз бала шағамызбен Лесная сказка деген жер ғой. Сол жерде демалыста болдық та. Ол Арман табиғатты қатты жақсы көретін адам ғой. Сол жерде мүмкін мен ойлаймын ең жақсы уақыт өткіздік деп ше. Өйткені балалар да қасымызда, табиғатпен бірге, ешнәрсе ойламай солай демалғанымыз бар да. Сол демалған сәтте мысалы балалармен қыдырып жаңағыдай отбасылық бір серуен болады ғой. Сол кезде не туралы көбінесе әңгіме айтатынсыңдар? Сол жерде ол қандай оймен бөліседі? Өзінің әндері туралы ма, жоқ әлде жалпы қандай ойлармен бір-бірлерімен бөлісетінсіңдер? Біз негізі Арман екеуміз қай темада болсын еркін сөйлесетінбіз. Жасырын ешнәрсе жоқ та арада. Мүмкін оның әлсіздігі болсын, менің әлсіздігім болсын, біз ашық сөйлесе береміз да. Мен көбірек одан андай әке жылуын, әке махаббатын алдым десем де болады да. Сондай сияқты қарайтынмын. Менен 2 жас үлкен болса да, менен көп жас үлкен сияқты. Сондай сезінетінмін мен одан ше. Әрқашанда ол маған доступны болатын. Яғни мен
жұмыстан шаршап келдім ба, мен оның алдына отырып алам да, оны құшақтап отыру болды. Біледі да, ол маған 5-10 минут мен солай отыру, ол маған еркелігіңді көтере білді. көтеретін сол жағынан. Сосын айттым ғой, әр қашанда оны айтсам, мен қалжыңдар есіме түседі, мен күлем да. Қазір де күліп отырғаным сол да, Арман туралы айтқанда оның бір қалжыңдары әр қашан көп қалжыңдар болатын. Енді қызықты қалжыңдар да, әрине, орынды қалжыңдар. Осы көптеген әндер жинағы бар ғой, өзі бір ақын сазгерлер ойына қандай бір жаңадай әндер келе қалса, бірден қағаз бетіне түсіріп, күн демей, түн демей, сондай бір әндер жинағы бар шығар Арманның. Бір кісіге беріп едім, кітап етіп шығарам деді. Осы идея кімнен туындады? Өзіңнен ба, жоқ әлде сол кісінің өзі бір андай жаңадай көмек беріп, солай қолдағысы келгендегісі ма? Жаңа бір сөзімді айтып кеттім, мен Арман негізі жаңағы Құдай туралы мадақтау, сондай Құдайға ризашылық әндер, сондай көп та ода. Бір адам ол Арманды жақсы таниды екен. Сол Арман қайтыс болғаннан кейін 3 айдан кейін ол кісі келді. Сосын айтты да, мен Арман бұрын бірге олар инструмент ойнап, сондай болған екен. Сол Арман оған біраз әндерін көрсеткен екен. Сол әндердің дискісі ол шығарам деді ол кісі. Мен қолдау бердім, жарайды, шығарайық деп. Содан кейін мен айттым, оның кітапшасы бар. Бүкіл әндерін өзі жазған ғой, қолбет. Олардың мелодиясы барлар да бар, мелодиясы жоқтар да бар. Соны кітапша қылып шығаратын болып шештік та. Керемет. Арманның өзінің есім айтып тұр ғой, Арман деп. Өзінің қандай арман мақсаттары болды, тілектері болды? Қай нәрсеге қол жеткізді, қай нәрсеге қол жеткізе алмады? Ол осы жаңағыдай ризашылық, отан туралы, ана туралы, бауыр туралы да, сондай өлеңдерді 500-ге жеткізем деген. Мен қателеспесем, соның мүмкін 700-ге жуығы бар шығар. 100 шақты әні бар деп ойлаймын. Оны санауым керек та. Өйткені 50 болғанын мен кәміл білем. Жаңында 70 ба сондай. Ал сол арманы болды да, оны 500-ге жеткізем деген бір. Екінші, біз тұрып атқан үйдің екінші этажын ол толық жаңағыдай, өзіне студия жасағысы келді. Өйткені ол айтатын, барлық инструмент, аппақ инструмент алам. Ақ пианино, ақ гитара, ақ домбыра. Мен ол әр инструментті ойнай алады ғой. Ода сондай Құдай берген дарын, ол оқымаған ғой. Ноталарды ол білмейді, бірақ ол слух тез қабылдайды. Кез келген әнді ол ойнай береді мелодияны. Естісе болды, ойнай береді. Құдайдың бір керемет дарыны болған екен. Сондықтан да ол пианинода да өзі нота, былай өзі несімен слухпен ойнай береді. Гитара, домбыра бәріне. Сонда айтатын осы студия болып, сол менің күнде тұрып, жаңа инструменттерді өзі еркін ойнайтын сондай студиям болса. Енді осы гитарадан бөлек қандай аспаптарды ойнады тағы да? Ең бірінші мама айтады, Арман 15-16 жасында Мейрамбек Беспаевтың, Мейрамбек Беспаевтың домбырамен жаңа Бозторғай әнін айтып жүрген кезі ғой. Соны көріп ол қатты қызықты, домбыра бер деп айтады. Мама сосын бетін қақпай домбыра берген. Содан ең бірінші ойнаған аспабы домбыра. Домбырада тартқан. Домбырада. Керемет. Домбыра, одан кейін гитара. Сосын мен байқап қалдым, біз бір жерге бардық, сонда пианино, нелер ойнай береді екен ғой. Слухпен олар ойнай береді екен бәрін. Мен соны түсіндім, басына түсінбейді. Сен қалай білесің ба деп сұрайды. Сөйтсем мен ойнай беремін ғой дейді, не білсем. Фортепианода ойнай береді. Фортепианода ойнай. Керемет. Енді жаңағы студияның ішін аппақпен жабдықтаймын дегенге қарағанда Арманның өзінің көңілі де ақ болып тұр ғой, айтамыз ғой. Сондай бір ақ көңіл адам деп айтамыз ғой, біреуге сипаттама берген кезде. Керемет. Бірақ өзің сұрақ қойдың ба, неге дәл сен сондай аппақ жабдықтармен безендіргің келеді студияны деп? Осындай идеялармен бөлісесіңдер ме? Жоқ әлде негізі ол да менде ақ түске жақын болды. Мысалы менде де үйдің мебельдарын ақ қылып алған жақсы көретінмін. Ақ есік болып, ақ шкаф да, ақ мебель бәрі. Ол да сондай екен. Мен оны кейін түсіндім. Студияны айтқан кезде ол мен инструменттердің бәрін аппақ
пианино қоямын, сондай айтты тоже. Мен таң қалдым. Бір не екеуміздің сол ақ түске деген немізді, жақындығымызды ше. Жақындықтан да керемет. Енді біз арман туралы осындай қысқаша жаңағы әдемі естеліктермен бөлістік деп ойлаймын. Арман, Алтын, саған үлкен рахмет. Алтын уақытыңды бөліп, арманыңда арман есімі өте керемет. Өзіңде алтын уақытыңды бөліп, психологиялық жағынан болсын, арман туралы жақсы жарыңмен жаңағыдай керемет естеліктермен бөлістің. Негізінде енді әр адамның өзінің өмірінде жаңағы жақсы қуанышты естеліктер де болады. Ол болмайды емес. Сол себепті біз көбінесе жаман жағын емес, жаман деп те адамды қиғым келмейді. Жақсы жаңалықтармен бөлісіп, әрдайым сондай бір қуанышты сәттеріміз көп болсыншы деп, бүгінгі Дара тұлға бағдарламасына мен көбінесе осы жаңағы психология байланысты соңғы кездерде негізгі тақырыптармен жаңа сұрақтармен бөліскім келді. Сол сұрақтардың жауабын көрермен де алды деп ойлаймын. Енді психологиялық тұрғыдан айта берсек өте көп қой. Қай тақырыпта болмасын, оның бітпейді. Сол сияқты арман туралы осындай керемет қысқаша ғана осындай сұрақтардың менің сұрақтарым арқылы осындай жауаптармен естеліктермен бөліскеніне үлкен рахмет айтамын. Енді алдағы уақытта Құдай сендердің өмірлеріне үлкен бір батасын беріп, арман жетпеген жаңа мақсаттарға өзің де ұлдарың да жетсін деп тілеймін. Үлкен рахмет. Және бүгінгі Назар медиа орталығының атынан осындай кішігірім сыйлық, бала шағыңмен шәй ішіп, бірге отырып дегенде. Рахмет. Өзің жалпы қандай, бағанадан бері психологиялық туралы айттық, арман туралы айттық, қысқаша бір тілегіңді айтсаң. Қисыны келмей жатқан көптеген адамдардың бір өзі қисыны келмей жатқан бір дүниелері болады. Сондай кезде қандай бір тілегіңді айтқың келеді? Енді жеке мынау Дара тұлға бағдарламасына мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Өйткені сіздер сондай ұзақ уақыт күтіп, сондай кішкене өз-өзімізге келгеннен кейін осылай шақырып, арман туралы сұрап, біліп жатқандарыңызға рахмет біріншіден. Екіншіден, енді мен көбінесе жаңағы қазір қанша ай болды? 6 ай болды ғой, 6 айдан асты адамдар. Қоғамнан көп, негатив көп естідім. Маған шын өте ауыр болды ол кездері. Сол кездері мен қатты жаңағы ренжіген уақытым болды арманға. Халықтың сондай жаман несінен шығып. Мен адамдарға жақсылық тілеймін бәрінде. Тек қуаныш болсын, қайғы болмасын. Әр отбасында тыныштық, береке болсын. Ешкім ауырмасын. Енді жақсы нәрсе тілейміз ғой. Ал оның ары қарай іске асуы бізге де, Құдайға да байланысты. Жақсылыққа деген үмітіміз ешқашан үзілмесін. Амандық пен тыныштық болсын. Рахмет. Құрметті тыңдарман, осымен біздің Дара тұлға бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.